Ержан көпке дейін тыныштық таппады. Әрбір түн сайын түсінде қария ескертіп, қара түнек бейне қайта-қайта алдына шыға берді. Ол бейне, баяғыда адамдардың сүйегін аяққа таптап, кафе салған кәсіпкердің рухы еді. Бірақ енді ол жай адам емес, жаны азапқа айналып, қарғысқа толы елеске айналып кеткен. Уақыт өте келе, қалада тағы да тылсым жағдайлар бола бастады. Қорымның жанында жүрген адамдар аяқ астынан ауырып қалады. Түн ортасында көшеде бейнелер пайда болып, жоғалып кетеді. Кейбіреулер кафенің орнына жақындаса, біреудің сыбырлап атын атағанын естіген. Ал кейбір жас балалар сол маңнан өткенде, белгісіз күш оларды тартып, көзінен жас ағызатын. Ержан бұл жағдайдың бәрін сезді. Ол түстерінде аруақтардан белгі алып қана қоймай, енді ояу кезінде де елестерді көре бастады. Қайда барса да көлеңкелер артынан еретін. Кейде көзін жұмса болды, қарсы алдында қараңғылықтан шыққан әлгі кәсіпкердің рухы тұратын. Сен менің байлығымды жойдың. Сен мені тыныштықсыз қалдырдың. Енді мен сенің жаныңды аламын. Деп ырылдаған дауыс құлағына қайта-қайта келетін. Ержан амалсыз молдаларға барып дұға оқытты. Бірақ дұға оқылған сәтте мешіттің ішіндегі шамдар жарқ етіп сөніп, терезелер сықырлап, есіктер тарс жабылып қалды. Діндарлар да шошып. Бұл рух қатты қарғысқа айналған. Ол тек жерін ғана емес, өзінің азапты тағдырында сенен талап етуде. Сақ бол, деді. Көп ұзамай түндердің бірінде Ержан түсінде емес, шын өмірінде қорымнан шыққан дыбыстарды естіді. Сыбыр емес, мыңдаған адамның жылағаны секілді қайғы үндері көше бойын жаңғыртып тұрды. Ол жүрегінің дүрсілін баса алмай, фонарын алып, әлгі жерге қарай барды. Кафенің орнында қара топырақ үйіліп қалған. Бірақ дәл ортасында жарықсыз, қара тұман көтеріліп тұрды. Сол тұманның ішінен баяғы кәсіпкердің рухы шықты. Бірақ ол бұрынғыдан да қорқынышты еді. Жүзі күл-қоқысқа айналған, қолы темір тырнақтай ұзарып кеткен, дауысы жердің астынан шыққандай гүрілдеп тұр. Бұл жер маған тиесілі. Сен менің тыныштықсыздығымды бүкіл қалаға тараттың. Енді бәрін өзіммен бірге аламын. Қала үстіне кенет қара бұлт қаптап, найзағай ойнай бастады. Айналада үйлердің терезелері өздігінен сынып, иттер ұлып, адамдардың ұйқысы қашты. Ел түгелімен бір тылсым күштің қысымын сезді. Ержан қолындағы таяғын қыса ұстап. Бұл жер сенікі емес. Бұл аруақтың мекені. Сен олардың тыныштығын бұздың, енді қарғысыңды жалғыз өзің арқалайсың. Деп айғайлады. Сол сәтте жер дірілдеп, қорымның топырағы қозғалып кетті. Бейіттердің арасынан бозғылт елестер көтеріліп, бірінен соң бірі кәсіпкердің рухына қарай ұмтылды. Мыңдаған жандардың ашулы дауысы жаңғырып, көктен түскен найзағай тура қара тұманды қағайырды. Қарғысқа айналған рух айқайлап, тырнақтарын жерге қадап, Ержанға қарай ұмтылды. Бірақ елестердің күші оны қаптап, қайтадан жердің астына сүйреп әкетті. Ол жерге кірген кезде қара тұман сейіліп, таңғы шапақ көріне бастады. Ержан шаршап жерге отырды. Денесі қалтырап, көзінен жас шықты. Ол тірі қалғанына сене алмады. Бірақ аруақтардың үні тағы да құлағына келді. Рахмет саған, балам. Бізге тыныштық бердің. Бірақ ұмытпа, әрбір бейіт қасиетті. Кімде-кім оны аяққа таптаса, біз қайта оянамыз. Осы оқиғадан кейін, қала халқы ол жерді қасиетті орынға айналдырып, үлкен ескерткіш орнатты. Ешкім ол жерді басуға батпады. Ал Ержан болса, өмір бойы елестердің сыбырын естіп өтті. Кейде түнде көкжиекке қараса, қараңғы тұман арасынан баяғы кәсіпкердің жансыз көздері әлі де өзіне телміріп тұрғанын сезетін.